Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге жыл мезгілдері мен аяттары туралы айтатын боламын. Жылдың жалпы 4 мезгілі бар: қыс, көктем, жаз, күз. Мінекей, сол белгілеріне қарай мен 4 мезгілді 4 суретке бөліп қойдым. Енді осыларға жеке-жеке тоқталатын боламын. Жалпы бір жылда 12 ай бар: қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша, желтоқсан. Енді осы 12 ай 4 мезгілге бөлінеді. Қай мезгілде қай ай болатынын қазір айтатын боламын. Мінекей, қарайтын болсаңыздар, қыс мезгілінде, көктем мезгілінде, жаз мезгілінде, күз мезгілінде теңдей 3 айға бөлінген. Әрқайсында 3 айдан. Қараңыздар, қыс мезгілі желтоқсан, қаңтар, ақпан айларынан тұрады. Ал көктем мезгілінде наурыз, сәуір, мамыр айынан тұрады. Жаз мезгілінде маусым, шілде, тамыз 3 айдан тұрады осы. Ал күз мезгілінде қыркүйек, қазан, қараша, осы 3 мезгілі күз мезгілі болып табылады. Мінекей, осыны ешқашан ұмытпаймыз. Және де осы реттілікпен жаттайтын болсаңыздар, сіздерге қиын болмайды. Енді мына календарға қарайтын болсақ, бұл жерде 31 күннен біткен, қаңтар айы 2024 жыл. Жалпы бір айда 30-31 күн бар. Тек ақпан айы кейде 28, кейде 29 күнмен бітеді. Сондықтан есімізде сақтап аламыз, бір айда 30-31 күн бар. Ал енді бір аптада жалпы 7 күн бар: дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Қазіргі уақытта сендер дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма күндері мектепке келесіңдер, және сенбі, жексенбі күні демалып жүрсіңдер. Сондықтан есімізде сақтаймыз. Бұл біздің бір аптадағы жұмыс күніміздің аттары: дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Видеоны назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Егер менің видеом ұнаған болса, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып, все деген батырманы басып кетуді ұмытпаңыз. Сол кезде менің видеомды алғашқы болып көретін боласыз. Және де жүрекшені басып, пікір жаза кетуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.